Сәлем көрермендер. Смородина жидегіден варенье қайнату әдісін сіздерге көрсетіп бөлісіп жатырмын. Бұл жерде енді сіздерге ерекшелігін айтып кетейін. Смородинаны жуып, тазартып, блендердан өткізіп, қайнатпай құмшекермен араластырып, банкке жауып тастаймыз. Енді мына жерде тазарту жолын сіздерге көрсетіп жатырмын. Смородинаның жидектері өте майда, теріп болғаннан кейін осындай суды көп қылып үстіне құйсаңыздар, мынандай қоқымдары бетіне шығады. Соны сүзекімен жинап аласыздар. Тез жаңағы уақыт үнемдейсіздер және тез тазартып алуға оңай. Және мына қараңыздар, шетте бұтақтары бар. Бұл енді смородинаның жемістері майда ғой. Мына жұлып терген кезде бұтақтарымен жұлынып кетеді. Сол бұтақтарынан да тазартып аласыздар. Бұл менің өзімнің бақшамдағы смородина. Өзіміздің бақшамызда әртүрлі жеміс ағаштары бізде көп. Сол енді пісіп дайын болған соң осы вареньені қалай қайнату керек екенін сіздермен бөлісіп жатырмын. Міне барлығы тап-таза болып таза болды. Енді осыны өзімде мынандай блендер бар. Сол блендермен қазір өткіземіз. Мясорубкамен өткізуге де болады. Бұл блендермен әртүрлі көп нәрсені өткізуге болады. Мені толтырып салмайсыз, ортақ саласыздар. Міне осындай тез өтеді, уақытты үнемдейсіздер, тез өтеді. Міне менің өткізіп жатқан смородинам 4 келі осы жердегі. Міне осындай сұйықтықта жақсы болып өтеді. Осы 4 келі смородинаның барлығын өткізіп аламыз. Міне барлығын өткізіп болдық. Енді осыған 4 келі құмшекер қосып араластырам. Енді сіздер бұдан да шамалы көптеу қосуларыңызға болады. Мен өзім келісіне келі қосамын. Осыны әптен араластырамын. Құмшекері ерігенше. Сосын 1 сағат қойсаңыздар, құмшекері еріп, соғының бәрі шығады. Мен осылай жылда осылай смородинаны құмшекерге араластырып, қайнатпай банкілерге салып басып тастаймын. Қыста алдымыздан шығады. Және бұл жерде бір кереметшілігі, бұның бойындағы жаңағы витаминдері ешқандай жойылмайды, өзінде қалады. Сондықтан мен қайнатпаймын. Жылда осылай жасаймын. Ешқандай қорғаудың қажет жоқ, ашмай, қыстай осылай тұрады. Әптен ерісін 1 сағатқа қойып қоясыздар. Сосын жаңағы ыдыстарыңызды жуып тазартып аласыздар. Әртүрлі ыдысқа құюға болады. Банка 1 литрлік болсын, 2 литрлік болсын, кішкентай банка 1 литрлік бутылка болсын, соның барлығын тазартып қоясыздар. Міне мен өзімнің қолымдағы ыдыстарым осыған барлығын құйып дайындап қойдым. Бұны енді біраз уақытқа дейін мен холодильникке қойып салқын жерге ұстаймын, өйткені қазір күн ыстық. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Көріскенше сау болыңыздар.